жасайды. Ал менің анам дәмді гүлжинәм пісіреді. Бірақ мен соған ойламай қалдым. Әжені құрт жасаған анамның дәмді гүлжинәм пісірген соны жастармен қайдан келеді екен соны білгім келіп жатыр. Әже. Анамның дәмді гүлжинәм пісірген, сіздің құрт пісірген соны жастарға қайдан келеді екен соны білгім келіп жатыр. Ой, айналайын қарағым, барлығын білгің келе ме? Бұл дастарханға оңай келмейді. Мен саған қазір балам, наннан тоқтың дастарханға қалай келетінін, ауылдың тыныс-тіршілігін, аядай Ақбота ауылымыздың тыныс-тіршілігін көре отырып үйрететін боламын. Сол кезде сен нан мен құрттың дастарханға қалай келетінін білетін боласың. Қарашы қызым, мен сиырды сауып, сүтін пісіріп, оны ұйытып, мынау қалтаға салдым, қалтаға құйдым. Қалтадан сары суы сарқылғанша қалтада тұрады бұл. Содан кейін қатқан қатты торт қылып жасаймыз. Көрдің бе қызым, мен енді мынау қалтадағы құртымды талдың түбіне қояйын. Суы сарыққанша мен ауылдың тыныс-тіршілігімен таныстыратын боламын қызым. Қояйсыздар қызым. Балам, не істеп жатырсың? Зіре қызым, бұл қандай тракторшы екен? Трактормен қырмандағы дәндерді, астықтарды тасқырмын. Наубайханаға, деревенге таситын болады. Көрдің бе? Алейкум ассалам. Іске сәт балам. Екінші жігітті жыртып, дән шашып, бидай өсіп жетсе деген. Жастаған бой, тастап заман бой, дастарханнан болса, бәрі жақсы амал. Енді келінге барып, оны тартады екен. Ол біздің ауылымыздың тыныс-тіршілігі екен. Шығарады екен. Оны біз оннан нан пісіреміз. Дұрыс айтасың Айзере қызым. Бұл арадан ара бізге бал береді. Балдан тәттілер пісіреміз. Көрдің ғой, бұл араның омартасы екен. Туған атамын, ана жүзім өсіріп, бақшаны күтіп бақтармын, жемістерін піскен соң жинап алып барлаған қоймаға оны сақтаймын. Қайдан алар елбетен арам күткен әрекет денсаулыққа өте күшті. Керемет, көрдің бе? Отам сиыр көрдім. Адам өте пайдалы екен. Сиырдан ірімшік аламыз, оның етін жейміз. Ал түйені балам, ертеде көлік ретінде пайдаланған. Және түйенің жүнінен, қойдың жүнінен кеудеше, шұлық тоқиды екенбіз. Етін жейміз, түйенің айранын ішеміз. Көрдің бе балам? Мен алтын айлық түлектер бақтайды. Қой батам? Танысы дегенді, жалқасы деп білінді. Қолда тұрса көгенді, мен қойшымын деген. Айзере қызым, біздің жылқышымыз жылқы баптайды екен. Жылқының үстінен қымыз дайындайды. Етін жейміз. Және де көлік ретінде пайдаланамыз. Өте тамаша тауық фермасы екен. Қане көрейікші? Тауық бізге не береді екен? Тауықтар ауада дәл шықпайды тауық береді. Пайда ол адамға. Мен тауықтарды бағамын. Өте тамаша. Көрдің бе Айзере? Тауықтар бізге жұмыртқасын береді. Тауықтың ақ мамықтай жүнінен жастық жасайды екенбіз. Және де тауықтың етін жейміз. Тауықтың жұмыртқасынан тәттілер пісіреді екенбіз. Көрдің бе Айзере? Қарашы, қойдың жүнін қырқып,
Жүн иірі, одан шұлықтар, кеудешелер. Көрдің ғой бұлда? Бір күндік тыныс-тіршілігі осы. Нан оңайлықпен келмейді. Көрдің ғой? Ерен еңбектің арқасында нан жейміз, нан бар жерде ән болады екен. Әсіре қызым. Барып, манары қартымыздан құрт жасайық. Маған көмектесесің де құрт жасап? Жүре ғой жаным. Қатқан кемесі осы. Қартымыздан құрт жасайық. Сиырдың үстіне құрт қалады екенбіз, иә, құрт жасаймыз. Алақанымыз салып, түйенің үстінен айран аламыз. Құртты әртүрлі пішінде жасауға болады, мен көрдім, қызым. Екі пішінде жасасаңда болады екен. Шаңына аунап еркелеп, оядан ұштым қатайды. Bugün yeğlisinin koçuk denize saladığı, Gülcenan değil denize saladığı. Söylersin, ne davul? Şimdi, koçunun da kalayını verdim. Neresi buradan? Şöyle. Жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны, бәрі де ғажап сағынған кезде